Біріккен ұлттар ұйымы адамзат тарихындағы ең ауқымды құрылымға айналып бейбітшілік пен қауіпсіздік жігін арқалап келеді. Ал Қазақстан осы кең ауқымды миссияның сенімді серіктесі. Ядролық қарудан өз еркімен бас тарту, Сирия келіссөзі, гуманитарлық көмек жобалары еліміздің қандай ауқымды істің басы қасында жүргенін дәлелдейді. Орталық Азия, Қытай, Орталық Азия, Ресей, Орталық Азия, Италия форматтарындағы саммиттердің өткізілуі, сондай-ақ осы Орталық Азия мемлекет басшыларының түрлі жаңағы әлемдік жаңағы ұйымдардың төрағаларымен кездесуі, осы біздің Қазақстанның қазіргі уақыттағы әлемдегі жаңа дипломатиялық архитектуралық танымал бір орталығына айналуда. Ең бір маңызды дүние ол Алматыда, Орталық Азияда орнықты даму мақсаттарына арналған алғашқы орталықтың ашылуы. Қазақстан даналықтың символы, халықтар арасында дәнекер болып, бейбітшілікке үндейтін ел. Бұл сапар аясында бас хатшының мемлекетке берген бағасы. Оның әлемге осындай байыпты ұстаным жетпей тұр деген сөзі біздің әлемдік державалармен қатынас орнатып, өңірлік тұрақтылықты сақтауға қосқан үлесіміздің ерекше бағаланғанын көрсетеді.